Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге Рамазан айына арнап жасалған ас мәзірін ұсынатын боламын. Мұнда салат, чизкейк Нью-Йорк, апельсин қосылған шай және де куриные ножки в тесте болады. Ең бірінші біз чизкейк Нью-Йорк жасайтын боламыз, өйткені ол мұздатқышта ұзақ уақыт тұруы қажет. Печеньені осылай блендердің көмегімен үгітіп аламыз. Печеньеміз біздің осындай крошкаға айналуы керек. Үгітілген печеньемізді бөлек кеңірек ыдысқа салып, оның үстінен ерітілген сары майымызды қосамыз. Сары май міндетті түрде 82% болуы қажет. Сары майымыз бен печеньеміз бір-біріне біріккенше жақсылап араластырамыз. Силиконды күрекшенің көмегімен немесе қолдың көмегімен араластыруға болады. Біздің основамыз дайын болғанын білу үшін қолымызға алып осылай қысамыз, сол кезде ол формасын ұстап тұру керек. Үгітіліп кетпеуі керек. Дайын фольгамен сырты қапталған формамызды алып, үгітілген печеньемізді саламыз. Чизкейктің формасын келтіріп жасаймыз, яғни бортиктерімен астын тегіс етіп жайып шығамыз. Қолдың көмегімен, не болмаса қасықтың көмегімен жайып шығуға болады. Бізде осындай форма пайда болады. Біз оны мұздатқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Ол уақытта біз массасын дайындайтын боламыз. Бізге сүзбелі ірімшік қажет болады, шекер, кілегей, крахмал, жұмыртқа және де 20% қаймақ. Ең бірінші біз шекеріміз бен сүзбелі ірімшігімізді миксерлеп ертіп бір-бірімен біріктіріп аламыз. Келесі кілегейді қосамыз. Кілегей міндетті түрде 33%-тан жоғары болуы қажет. Миксердің ең жай жылдамдығымен араластырамыз. Крем сияқты қою қылмаймыз. Жай ғана жақсылап біркелкі болғанша араластырсақ жеткілікті. Келесі бізде қаймақ міндетті түрде 20% болуы қажет. Әрмен қарай жұмыртқаларымызды саламыз. Ең соңында крахмалымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз сонымен дайын. Чизкейктің қай түрі болмасын, ол суда піседі. Егер сізде әсел пеш болса, осылай жасауыңызға тура келеді. Егер конвекционный пеш болатын болса, бұлай жасамасаңыз болады. Дайын болған массамызды құямыз. Масса бізде осындай қоюлықта болуы қажет. Чизкейкті пешке қалай салу керек, қалай алу керек жайында толық ақпаратты описание қалдыратын боламын. Біз қазір осы противенге су құятын боламыз. Міндетті түрде қайнаған су болуы қажет және қызып тұрған 200 градус пеште жарты сағат, одан соң 180 градусқа түсіріп, тағы да жарты сағат пісіреміз. Толық суымайынша бетін ашпаймыз. Келесі тағамымыз біздің куриные ножки в тесте деп аталады. Ол үшін біз бірінші қамырын жасап аламыз. Қамыр бізде қатпарлы, міндетті түрде жылы су болу керек. Жылы суға тұзымызды қосып араластырып аламыз. Келесі кеңірек ыдысқа суымызды құйып, оның үстінен бір дана жұмыртқамызды жарып қосамыз.
Ұнымызды қосып, силиконды лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Қамырымыз бірігіп, қолға ұстауға келген кезде арымен қарай қолмен илейміз. Біздің қамырымыз дайын. Енді июі қанғанша біз оны пищевая пленкамен орап қоятын боламыз. Әрмен қарай қамырымызды жарты сағатқа июге қалдырамыз. Ол уақытта біз тауықтарымызды маринадтайтын боламыз. Кеңірек маринадтауға ыңғайлы үлкен кеңірек ыдысымызға тауықтарымызды саламыз. Олардың үстінен кез келген дәмдеуіштерді қосуға болады. Менде имбирь, қызыл паприка және де тұз. Міндетті түрде соя тұздығын қолданыңыздар. Дәмдеуіштер мен соя тұздық барлық тауықтарға тиіп шығу керек. Қолымыздың көмегімен осылай ысқылап шығамыз. Тауық аяқтарымыз маринадталып жатқан кезде біз қатпарлы қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін қамырымызды екіге бөліп, кішкентай 2 зола дайындап қоямыз. Екі зуаланы да жұқа етіп, домалақ етіп жайып шығамыз. Біз қамырымызды жайып алдық. Енді олардың үстінен сары майымызды жағып шығамыз. Екінші жайылған қамырымызды осы майланған қамырдың үстіне қоямыз, және де бұл қамырды да майлап шығамыз. Видеода көрсетілгендей рулет сияқты қылып орап шығамыз. Сыртын пищевая пленкамен қаптап, тоңазытқышқа тағы да жарты сағатқа жібереміз. Жарты сағаттан соң қамырымызды алып, керекті мөлшерімізге бөліп аламыз. Мен 8 бөлікке бөлдім, өйткені менде тауықтың аяқтары 8 дана. 8 бөлікке бөліп болған соң, оларды тағы да сыртынан пищевая пленкамен орап, тоңазытқышқа жарты сағатқа саламыз. Біздің қамырларымыз толықтай дайын болды. Енді жұмыс жасай беруге болады. Алдымен ұнға аунатып алып, оқтаудың көмегімен домалақ етіп жайып шығамыз. Маринадталған тауық аяқтарымызды қоямыз, және де самсаны өргендей өріп шығамыз. Қатпарлы қамырымыздың сыртынан жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз. Және де олардың үстінен
кунжут пен мак араластырып сепсеңіздер болады. Тауық аяқтарымызды 180 немесе 200 градус қызып тұрған пеште 50-55 минут шамасында пісіріп аламыз. Келесі бізде салат, ол өте оңай жасалады. Ең алдымен бізге тарелкамыздың ең астына осылай руккола жапырақтарын қойып шығамыз. Руккола шөбінің үстінен фетаска деп аталатын ірімшіктерімізді қойып шығамыз. Міндетті түрде черри қызанақтарын пайдаланыңыздар. Сол кезде салаттың түрі де және дәмі де әдемі болып шығады. Пеште піскен немесе суда қайнатылған қызылшаларымызды қосып шығамыз. Оны да 4 бұрыштап турап қосып шығамыз. Менде видеоға түспей қалыпты. Және де олардың үстінен бальзамический соус құямыз. Не болмаса оливка, яғни зайтын майын пайдалансаңыздар болады. Сусын ретінде мен шайды алдым. Бұл шай апельсин қосылып жасалады. Өте оңай, жасалуы өте оңай. Құрамдары да өте жеңіл. Описанияға жазып кететін боламын. Біздің Рамазан дастарханына арналған ас мәзіріміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын, ниеттеріңіз, оразаларыңыз қабыл болсын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Арайлым.